Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын ореховый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қантымызды, 2 желтогымызды және де сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, осы рецепттің төбесіне мен инстаграм парақшамды қалдырамын, оған да тіркеліп қойыңыздар. Массамызды араластырып болдық. Енді осы массамызға біз жұмсақ сары майымызды салатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Және де ситадан өткізу өте міндетті. Қамырымызды жақсылап жұмсақ болғанша қолымызбен илейміз. Қамырымыз дайын болды. Оның бетін пакетпен жауып 1 сағатқа жылы жерге жібереміз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны видеодағыдай жаятын боламыз. Осы қамырдан 2 зола шығарамыз. Бірінші зола қамырымызды алып, оның үстіне кішкене ұн сеуіп, жаятын боламыз. Қатты жұқа емес, және де қатты қалың емес. Негізі қамырды 4 бұрышты етіп жайғандарыңыз дұрыс. Қазір рулетке ораған кезде түзу болып оралады. Қамырымызды жайып болдық. Енді начинкасын саламыз. Начинкасына жаңғақ, сүт және де қант салдым, араластырдым. Описанияға қалдырамын рецептісін. Осы граммды жартысын бөліп, бір тестамызға жартысын бір тестамызға саламыз. Енді рулетімізді осылай ораймыз. Жақсылап жан-жағын жапсыратын боламыз. Біздің рулетіміз дайын. Духовкаға 180 градусқа 20-25 минутқа жібереміз. Бетіне жұмыртқаны жағуды ұмытпаңыздар. Мен осындай тестадан 2 замес істедім, сондықтан менде 4 штук шықты. Мінекей біздің рулетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.